Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін өте дәмді, кереметтей пирожный әзірлейміз. Ең алдымен пирожныйымыздың бисквитін пісіріп аламыз. Бисквитімізді пісіру үшін бізге жұмыртқамыз, шекеріміз, ұнымыз және қопсытқышымыз қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, ағы мен сарысын бөліп аламыз. Мен бұл жерде 7 жұмыртқа пайдаландым. Бисквитім үлкен болғанын қалап, негізі 5 жұмыртқамен немесе 6 жұмыртқамен істесеңіздер болады. Ол кезде қанша грамм шекер, қанша грамм ұн қосу керек екенін барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Мен 7 жұмыртқа пайдаландым. 7 жұмыртқамның ағы мен сарысын бөліп алдым. Сарысын бөлек қойып, ағының үстіне шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Массамыз көпіріп, ұлғая бастайды. Шекерімізді барлығын бірден салмай, 7 жұмыртқамызға 7 ас қасық шекер қосамыз. Шекерімізді де барлығын бірден қоспай, миксерлей отыра, бір-бір қасықтан салып отыра, массамыз 2 есеге ұлғайып, ақ пена болғанша, осылай 7 бөлікке бөліп, жақсылап миксерлеп алдық. Массамыз 2 есеге ұлғайып, көпіріп шықты. Осылай бәркелкі қып, әдемі қып миксерлеп алдық. Енді үстіне жұмыртқамыздың сарысын барлығын бірден қосыңыздар. Жұмыртқаның сарысын қосқасын, үстіне тағы да 2 ас қасық шекер қосамыз. 7 жұмыртқамызға 9 ас қасық шекер қосамыз. Жақсылап тестамызды миксерлейміз. Тестамыз осылай күшті әдемі болып шығады. Бәркелкі. Осылай жақсылап миксерлеп алдық. Енді ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып, жақсылап ұнымызбен қопсытқышымызды араластырып аламыз бірінші. Дайындап алған массамыз тестамыздың үстіне ұнымыздың барлығын бірден қоспай, бірінші 2 қасық толтырып қостым. Ұнымыздың өзін өлшеп алған 4 бөлікке бөліп қосамыз. Венчигімізбен астынан үстінен қарай ұн қосқан екенде бәркелкі қып араластырамыз. Осы кезде пешімізді қыздыруға қоямыз. Қызып тұрған пеште міндетті түрде пісіреміз бисквитімізді. Осылай ұнымды 4 бөлікке бөліп қосып, жақсылап астынан үстінен қарай бәркелкі болғанша араластырып дайындап алдым. Енді листімізді алып, үстіне пергамент қағазымызды және осындай мен 4 бұрышты форма пайдаландым. Дайындап алған тестамызды салып, бәркелкі қып, 4 жеріне жеткізіп, бірдей қып, тегістеп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста, 180-170 градуста 30-35 минутта пісіп шығады бисквитіміз. Осылай пешке салып қоямыз пісіруге. Енді сиропымызды дайындап аламыз. Піскен бисквитіміз 250 грамм суымызға шекерімізді, 1 пиала шекерімізді салып, жақсылап араластырып, бір газға қайнатып аламыз. Сиропымызды суытып қоямыз. Енді бисквитіміз пісіп шықты. Формамыздан шығарамыз. Міндетті түрде суғасын барып, осылай формадан шығарамыз. Бисквитіміз әдемі болып шыққан. Енді бисквитімізді аударып, пергамент қағазымызды алып тастаймыз. Астыда бәркелкі әдемі болып пісіп шыққан. Осылай бисквитімізді оң жағына аударып, ортасын теңдей қып бөлеміз. Өте жұмсақ бисквитіміз. Дайындап алған сиропымызды суытып алған. Бисквиттерімізді осылай асты-үсті 2-ке бөлген екен, осылай 2 қабатты болады. Енді сиропымызды бисквитімізге жағып шығамыз. Сиропымыз осылай сарғыштау болып шығады. Чоткамызбен жақсылап жағып шығамыз. Көп те қоспаңыздар. Егер бисквиттеріңіз сәл қалыңдау болса ғана, сәл көптеу жағыңыздар, бірақ сулы болып кетпесін. Осылай сиропымды жағып алдым. Енді кремімізді дайындаймыз. Мен бұл жерде осылай құрғақ чанти деген крем пайдаланамын. Креміміз осылай сухой,
құрғақ креміміздің үстіне бір пиала, бұл жерде шанти кремге бір пиала толтырып сүт қосамыз. Екеуін жақсылап миксерлейміз. Әдемі қою крем пайда болады. Сүт болмаса негізі суда қосуға болады. Сүт қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Шанти кремді негіз кондитерлік магазиндерге барып сұрасаңыздар сатады грамдапта. Осылай креміміз өте әдемі. Қараңыздар, қандай әдемі крем. Кремімізді осылай дайындап алдық. Бір кесе шантиға бір пиала сүт қана пайдаландық кремге. Енді бисквитімізді алып, осындай тегіс болып шыққанын қалап, форма пайдаландым. Кремімізді дайындап алған жағып, теп-тегіс етіп жағып, екінші бисквитімізді саламыз. Тағы да қалған креміміздің барлығын жағып, түзу әдемі жағып, формамыздан алып тастаймыз. Осылайда кесіп, шоколадпен сәндесеңіздер болады. Мен пирожним әдемі болғанын қалап, мен осындай өзі гель сатылады кондитерлік магазиндерде. Құлпынайдың гелінен осылай 60-70 грамм өлшеп аламыз. Осыған 2 ас қасық су құйып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша. Гелдің өзін ғана жақсаңыздар, ол жағылмайды қою болғандықтан, осылай сұйық әдем болады су қосқасын. Бірденен қатты құймаңыздар, жайлап қасықпен тегістеп жағып шығамыз. Қып-қызыл әдем болады. Осының үстіне ванилий деген түрі де болады. Гельдердің түрлері көп, апельсин, карамель деген. Мен осы құлпынаймен ванилий түрін пайдаландым. Осының үстінен құлпынайдың жағып болғасын келін ванилий түрін жағып шығамыз. Осымен керемет пирожнигіміз дайын. Сіздермен бірге болған Таңжарқын.